Бұдан кейін невроздың әрбір симптомдарды қалай қабылдауға, дене симптомдарын. Кейін мен алдын ойлағам невроздың себептері туралы. Әр себептерін бөлек тақырыпшалар қылып бір видео түсірсем ба. Кейін ойлап өзі миы ашып жүрген невроздағы адам, өзі миы ашып каша болып, басқа проблемасы көп адамға басқа жаққа аудармай, бірінші осы проблеманы шешіп алайық деп. Мен видео түсірем, үрей, қорқыныш, бұдан кейін. Үрей, қорқыныш, невроз кезіндегі симптомдар, әрбір симптомына бір видео, арқасына жаттығулармен. Сіз сол жаттығулармен шыға аласыз деп толық айтуға, егер сізде интуиция күшті болса, интуиция деген түсінетін шығарсыз, интуиция күшті болса, сіз шыға аласыз сол жаттығулармен әр кезеңде. Бірақ бір невроздан шыққанша көп адамда бір 100-200 шақты сұрақ туындайды күніге әртүрлі жағдайдан. Мидың өзі сондай режимдегі ми үрей мен қорқыныш тауып береді сізге. Бәр ситуациядан, әрбір жағдайдан сізге қорқыныш тауып береді. Сол кезде сіз қайтадан шарасыздық халге түсесіз да, қайтадан депрессивный состояниеға, неврозға қайтадан тартып алып қалады сіздің миыңыз. Сол үшін біз жабық группа ашып жатырмыз. Тренингіме келіңіздер. Невроздың бірінші қорқыныш пен үрейден құтылу жолдарына сол тренингте жабық группада аптасына 2 рет онлайн телефоныңызда отырып, мен сіздерге әрбір қорқыныш пен үрейдің, әрбір қорқыныштың өзін жеке талдап берем. Ол неден болған, оны не істеу керек екен. Сөйтіп 2 ай болатын тренингте телефонда отырып, онлайн мен телефоныңыздан қатыса аласыз. Қатысып, аптасының бір күнде сол жабық группада мен толық таңертеңнен сағат 5-ке шейін, таңертең 10-нан 5-ке шейін сұрақтарыңызға жауап берем. Солай күнделікті жиналған сұрақтарыңызбен шығып бір қолдаушы болмаса, сіз шыға алмайсыз. Немесе психолог жеке консультацияға келіңіз. Сонда осылай шығып кетуге болады. Бірақ егер ондай мүмкіндігіңіз болмаса, оның бәрі ақша, яғни тренингіміз тегін емес. Бірінші үрей мен қорқынышпен күрес деген тренинг тегін, бірақ оған самооценканы қосып қойған. Екеуін қосып бір төлейсіз де 2 тренингке қатысасыз деген. Егер ондай мүмкіндігіңіз болмаса, мына осы жаттығулардың бәрін жасап, Невроз.kz деген сайтым бар, сол жерде мен кітабым бар, сол кітаптан интуициямен шығуға тырысыңыз. Бірақ білмедім енді.